баспана.отбасыбанк.kz порталында сізге ЭЦК кілт арқылы немесе логин мен пароль арқылы кіру қажет. Шарттар тармағын басқан кезде сізде несиелік өтінімдер көрсетіледі. Несиелік өтінімді басқан кезде қол қоюға арналған шарттардың тізімі көрсетіледі. Мұнда сіз шартты жүктеп, шарт талаптарымен таныса аласыз. Бұдан әрі ЭЦК арқылы шартқа қол қою қажет. Қол қойылғаннан кейін қарыз алушы жылжымайтын мүлік кепілі шартын мемлекеттік тіркеген үшін алымды төлеу қажет. Төлем сіздің ағымдағы шотыңыздан ақша аудару арқылы жүзеге асырылады. Ол үшін сізде ағымдағы шотта жеткілікті сома болуы қажет. Егер сома болмаса, шотты ағымдағы шот бөлімінде немесе интернет-банкте толтыра аласыз. Бұдан әрі, жылжымайтын мүлік кепілі шартын тіркеу үшін төлеу терезесі көрсетіледі. Төлем жасалғаннан кейін, жылжымайтын мүлік кепілі шартын мемлекеттік дерекқорға жіберу қажет. Ол үшін сізге ЭЦК арқылы төлем туралы түбіртекке қол қою қажет. Төлемді төлегеннен кейін, жылжымайтын мүлік кепілі шарты автоматты түрде тіркеуге жіберіледі. Тіркелгеннен кейін, сіз жүктеп алуға болатын тіркеу туралы хабарлама аласыз. Егер займ алушы мен кепіл беруші әртүрлі тұлғалар болса, сіз займ алушы ретінде басқа қатысушылардың құжаттарға қол қоюын қадағалай аласыз. Барлық қатысушылардың құжаттарға қол қойылғаннан кейін, сізге займ алушыға жылжымайтын мүлік кепілі шартты тіркеу үшін алымды төлеу қолжетімді болады. Сіздің отбасы банкіңіз.